Так, халқым, ассалаумағалейкум. Сіздермен тағы да идеалист. Бүгінгі сабақта біз полностью күндік цельді қалай анықтаймыз, сол жайында айтатын боламыз. Яғни, нарықта біз ликвидності қалай анықтаймыз. Именно, мысалы, осы уақытқа дейін біз buy side, sell side ликвидность, оның ішінде external, internal деп біз ликвидності бөлдік. И үлкен таймфреймде, яғни күндік таймфреймде біз келесі күннің свичасы қалай қозғалатын біз алдын ала қалай біле аламыз. Бұл тақырыпты бізде daily bias деген нарықтың логикасы түсіндіріп береді. Видеоның басында ескертіп кетейін, бізде биас логикасы тек қана 60% жұмыс істейді. Себебі биастың отрабатывать етпейтін моменттері болады. Яғни daily биас жұмыс істемейді, когда бізде нарықта SMT болған кезде, SMT бойынша болашақта айтамын, и қосымша бізде нарықта үлкен ликвидность жиналған кезде қосымша аптаның басында, аптаның соңында и новости күндері бізде биас сақталмауы мүмкін. Вот осы моментті қаттырақ учитывать етіңіздер. И әрқашан бізде internal, external структураға қарау арқылы биаспен байланыстырып жұмыс жасайсыздар. Ал енді биастың логикасы неде? Мысалы, бізде осы көрсеткен схематикада байқасаңыздар, бізде PDL деңгейлері белгіленген. Қосымша бір тал PDH белгіленген. Енді біз уже білеміз, что PDL дегеніміз бізде өткен күннің минимумы екенін. Енді қараңыздар, daily биастың логикасы бойынша, когда баға бізде, мынау бізде свичаның теласы, мынау бізде свичаның тені. Вот. Когда баға бізде свичаның теласымен PDL-ді закреп берген кезде, яғни мына ситуацияны қарасақ, бізде баға полноценно теламен PDL деңгейінде закреп берген. Когда баға бізде PDL деңгейінде закреп берген кезде, келесі күннің целі бізде PDL болады. Когда баға бізде теламен закреп берген кезде, келесі күннің целі PDL болады. Ал когда баға бізде вот тут PDL деңгейінде тек қана тенмен свип жасап, теламен закреп бермеген кезде, келесі күннің целі біз үшін previous daily high болады. Яғни, баға sell side ликвидностьпен жұмыс істеді, buy side ликвидностьке ұмтылуда деген сөз. Бірақ, сіз биас логикасын әрқашан HTF ликвидностьпен, яғни internal, external байланыстырасыздар. Мысалы, бұл бізде күндік мысал. Бірақ бізде баға айлық имбаланстың ішінде жүруі мүмкін, немесе апталық имбаланстың ішінде жүруі мүмкін деген сияқты. Сол үшін әрқашан видеоның басында айтып өткендей, SMT, үлкен ликвидность, яғни HTF external, қосымша swing high, swing low, қосымша бізде аптаның басы және аптаның соңында бізде биас сақталмауы мүмкін. Яғни, лонговый, бұл бізде шартовый мысал. Яғни, PDL-ді закреп берген кез. Ал мынау бізде тура сол лонговый мысал. Яғни, мынаны біз просто так PDH деп өзгерте саламыз. Вот тут. Previous daily high сверху. Вот. Яғни, мынау бізде полностью previous daily high деңгейінде. Яғни, бізде баға, когда PDH-да полноценно закреп береді, келесі күннің целі бізде PDH. Когда баға бізде полноценно закреп береді, келесі күннің целі бізде PDH. А когда баға бізде свип береді, келесі күннің целі, конечно же, бізде PDL. Надеюсь, түсінікті, да? Вот. Лонговый мысалға да, шартовый мысалға да одинаковый. Ал енді мен сіздерге графиктен мысал көрсетейін, чтобы сіздерге полноценно түсінікті болатындай. Мысалы, мына ситуация. Бізде үлкен external жиналды. Баға тенмен свип болып жабылды вот тут. Келесі күннің целі мен үшін PDL. Вот тут. Бізде, байқасаңыздар, PDH алынбады, просто так баға коррекцияға кетті. Тағы да свич өткіземіз. Вот тут, қараңыздар. Бізде, главное, мына свичаның максимум алынбаса болды, сол кезде бізде биас сақталмайды. Ал бұл ситуацияда бізде баға не істеді? Баға коррекция берді, PDH-да свип болып жабылды тағы да. Енді біз более уверен боламыз, что бізде мына минимум алынатынды. Қандай картина көріп тұрмыз? Open, high, low, close. Ал енді қараңыздар. Жаңа мен видеоның басында айтып кеткен момент. Бізде SMT кезінде биас сақталмайды. Мысалы, мына ситуацияда мен специально осы ситуацияны таңдадым, чтобы сіздерге наглядный пример көрсететіндей. Бұл жерде екі фактор бойынша биас бізде сақталмады. Байқасаңыздар, бізде мына жақ тенмен свип болып жабылды, бірақ бізде PDH қайтадан свип болып кетті. Не үшін? Просто из-за того, что, во-первых, бұл понедельник, яғни 30 сентябрь, понедельник деп тұр. Во-вторых, бізде Dixie мен бұл моментте SMT бар. Dixie қараймыз, Dixie минимумды свип еткен жоқ вот тут, яғни минимумды Dixie алмады. Ал біз евроға баратын болсақ, евро бізде максимумды қайтадан свип етті. То есть логика в чем? Бізде SMT қосымша уақыт, вот осылай әсер етеді. Айтып өткенімдей, уақыттың маңыздысы ол бізде пятница, одан кейін понедельник. Вот осылай. Ал енді баға бізде полноценно хаймен жұмыс істеді, лоумен жұмыс істеді. Сіздер мына ситуацияны свип болып жабылды и мына максимумды
алады деген сияқты ойлап қалуларыңыз мүмкін. Но загвоздка в чем? Бізде күндік свитчі ашылғаннан кейін баға бізде алдымен максимуммен жұмыс істеді ғой, одан кейін минимумға барды, одан кейін жабылды да. То есть келесі күннің цели бізде автоматом PDL болады. Вот тут, яғни мына минимум. Келесі күннің цели PDL. Закреп бар ма? Закреп бар. Келесі күннің цели мен үшін PDL. Вот тут. Закреп бар. Келесі күннің цели мен үшін PDL. Вот тут. Закреп бар. Келесі күннің цели мен үшін PDL. Закреп бар. Келесі күннің цели мен үшін PDL. Понедельник. Көріп отырсыздар ғой. Баға не істеді? Мынау бізде пятница, мынау бізде понедельник. Понедельник ликвидностьпен баға жұмыс істеген жоқ. Яғни келесі күні вторник ашылғанда мен понедельник максимум алынып кету шансын қарастырамын. Вот тут менде вторник, понедельник максимуммен жұмыс істеді. Неге? Себебі internal. Жаңа көрсетіп өткен. Вот тут. Internal. Баға internalмен жұмыс істеді. Ал біз үшін цель, конечно же, осы минимум болып қала берді. Баға не істеді? Полноценно шартовый қозғалыс. Бізде закреп бар ма? Бар. Келесі күн целі мен үшін PDL. Вот тут. PDL алынды. Вот тут көріп отырсыздар да. Яғни бағаның ликвидностьпен жұмыс істеген. Ал енді тағы да ситуация. Мынау бізде четверг, мынау бізде пятница. Көріп отырсыздар да. Сенмен свип, келесі күн целі PDH болатын, бірақ бізде пятница ликвидностьпен жұмыс істеген жоқ. Вот тут. Понедельник шартовый кетті. Вот көрдіңіздер ғой, именно понедельник, пятница деп айтқаным осы. Келесі күн цели PDL. Почему? Потому что закреп бар PDL де. Келесі күн цели автоматом PDL болады. Көрдіңіздер ғой. Яғни логика в чем? Мына күні байқасаңыздар бізде новости болған. Новости деп айтқаным жаңа осыдан. Яғни, надеюсь, ағайын логика түсіндіңіздер. Бізде әрқашан биастың логикасы осылай ликвидностьке сүйеніп жұмыс істейді. Одан кейін мына ситуацияда қарасаңыздар, бізде уже баға интерналдың бәрін жинағаннан кейін слом беріп, қайда кетті? Экстерналға кетті. Вот тут. Экстернал алынды, үлкен ликвидность алынды. Биас, даже теломен закреп болған күннің өзінде биас сақталды ма? Биас сақталмады. Неліктен? Баға қайтадан интерналға кетті деген сөз. Түсіндіңіздер ғой. Баға интерналмен жұмыс істеді, дальше биас сақталды ма? Биас сақталды. Вот тут. Үлкен ликвидность жиналды, биас сақталды ма? Теломен закреп болса да сақталған жоқ. Неге? Себебі қайтадан баға интерналмен имбаланстың күйінде жұмыс істеуге кетті. Яғни мынау бізде имбаланс, баға просто имбалансқа коррекцияға кетті. Дальше уже бізде имбаланс алынғаннан кейін бағаның жұмысына қараңыздар. Баға закреп берді ма? Закреп берді. Келесі күннің цели PDH, PDH. Келесі күннің цели PDH, PDH. Келесі күннің цели PDH, PDH. Мына ситуацияда почему бізде биас сақталмады? Потому что баға интерналмен жұмыс істеді, имбаланс. Ликвидностьпен жұмыс істеді, свип болып жабылды. Келесі күннің цели previous daily high. Мына жақта байқасаңыздар, уже бізде полноценный свип болып жабылды. Келесі күннің цели PDL болды. Закреп, келесі күннің цели PDL. Закреп, келесі күннің цели PDL деген сияқты. Яғни, надеюсь, ағайын түсіндіңіздер, что бізде нарықта биастың осылай жұмыс жасайтынын. Бұл бізде негізі биастың логикасы мен 3 таймфреймде қолданамын. Ол менде айлық таймфрейм, апталық таймфрейм, күндік таймфрейм. Сіздерге задание. Уже сіздер ликвидностьті білесіздер, экстернал, интерналды білесіздер. Вот. Сіздер имбалансты білесіздер. Яғни структураны қосымша білесіздер, яғни нарық қалай қозғалатын. Енді мен сіздерге күндік мысал көрсеттім. Сіздер өз бетімен жұмыс жасап, вот, осы уақыттан бастап, август айынан бастап, июль-август айынан бастап, айлықпен, апталықпен, күндікпен, евроның графигінде бір-бірімен таймфреймді байланыстырып, күндіктен төмен түсіп керек емес. Бір-бірімен осы 3 таймфреймді байланыстырып, бағаның үлкен ликвидность, яғни сыртқы ликвидность, экстерналмен, ішкі ликвидность, интерналмен кезек жұмыс жасағанын байланыстырып, маған мысал қылып жіберу. Вот сіздерге домашнее задание. Августтен осы күнге дейін. Мысалы, мен сіздерге бір мысал келтірейін. Вот тут менде август айы. Закреп бар ма? Закреп бар. Вот тут менде свип. Вот тут менде келесі айдың цели PML. Почему? Почему менде мына жақтағы баға ликвидностьке бармады? Более үлкен таймфрейм. Если қателеспесем, 6 айлық TF. Вот тут. Көріп отырсыздар да? Яғни баға менде свип болып жабылды. Келесі цель мен үшін, конечно же, минимум. Вот. Ал енді мен тура осы момент қайтадан айлыққа қоятын болсам, қандай картина көріп отырмын? Биас сақталды, яғни үлкен таймфрейм бізде әрқашан приоритетте. Вот осылай маған айлық, апталық, күндікті байланыстырып, осы августтен бастап полностью график жіберіңіздер. Надеюсь, түсінікті болды. Егер де сіздер трейдинг бойынша более детально, более түсінікті, более сапалы
обучение қаласаңыздар, біздің платный обучениеге келіңіз. Ноуфома және де идеалист, мен Қуаныш, полностью обучениені өткізіп, главное, бас аман денсау болса, сіздер результатқа жеткіземіз. Яғни біз өзіміз полностью криптовалюта, форекс, индекс саласында жұмыс істейміз. Яғни осы нарықтарда сауда жасаймыз. Надеюсь, видео түсінікті болды. Домашнее задание орындаңыздар, потому что как минимум видеоны 4000 шақты адам көреді, бірақ домашнее задание орындайтын адамдар өте аз. Егер бұл салада результатқа жеткілеріңіз келсе, в таком случае домашнее задание орындаңыздар. Пайдалы болсын, берекелі болсын, сау болыңыздар.